Бір қалада Ханифа деген қыз ата-анасымен және бауырларымен тұрады екен. Мама, балмұздақ жеймін. Жоқ қызым, сыртта қыс қой, балмұздаққа әлі болмайды. Мен балмұздақ жеймін. Мен де. Маған және көкеме. Маған және Абдурахманға. Қыздар, тамақтарың ауырмасын. Ханифа жылап магазинге жүгірді. Тамақтарың ауырмасын, ақырын жеңдер. Міне қызым, жылы су іш, тезірек сауығып кетесің. Балмұздақ жеп ауырып қалғаннан бері Ханифа тек жеміс-жидектер жейтін болыпты. Жүгір, Фатима. Ана, құлпынай беріңізші. Осылайша Ханифа сауығып, тек пайдалы жемістер мен жеміс-жидектерді жейтін болыпты.